Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі ерекше шығатын, үлпілдеп үгітіліп тұратын сүзбелі творожный пирогты әзірлейміз. Бір рет дайындасаңыз естен кетпейтін творожный пирогты әзірлеуді бастаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант пудрасын қосып, жақсылап миксерлейміз. Және де бізге бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысы керек, ол екеуін бөліп қосқаныңыз жақсы біртіндеп. Енді осы массамызға електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын осындай қамыр илейтін боламыз. Қамырды көп илемеген дұрыс, сонда үлпілдеп шығады қамырыңыз. Қамырымызды пакетке салып қоя тұрамыз, ал енді сүзбемізді марляға салып, суынан сығып аламыз. Сүзбемізді блендерлеп алсақ, пирогымыз үлпілдеп бір қалыпты болып шығады. Ал енді сүзбеге қосатын массаны дайындаймыз. Бізге жұмыртқаның сарысы, қант керек. Екеуін қосып, жақсылап жаңағы ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Және де кішкене ванилин салдым, дәмі ерекше болады. Ендігі кезекте кукурузды крахмалымызды салып, тағы да миксерлейміз. Отыз 33% сливкиді құйып, тағы да қоюланғанша миксерлеп алдым. Ал енді сүзбемізбен жаңа дайын болған массамызды араластырып, екеуін жақсылап қойып қоямыз. Мендегі форманың диаметрі 24. Песочный қамырымызды өстіп видеодағыдай әдемілеп формаға жайып шығасыздар. Пышақпен өстіп қамырды кесіп шықтым. Асты көтеріліп қисық болмас үшін. Ал енді дайын тұрған массамызды құямыз және бетін әдемілеп тегістейміз. 150 градус қызып тұрған пешке 55 минутқа қойып пісіріп алдым. Пирогымыз дайын болды. Мен үстіне қант пудрасын сеуіп, малинамен әсемдедім. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Каналыма тіркеліп, лайк бассаңыздар. Ас болсын.